Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін біз ерекше дүкенге баратын боламыз, я? Ол дүкеніміз біздің адалдық дүкені деп аталады. Адалдық дүкені деп атында тұрғандай, ол жерде біз ешқандай жаман қылықтар жасамауымыз керек, я? Кез келген затымызды, қалаған затымызды алып, ақшасын қорапқа, кассаға төлеп кетуіміз керек болады. Олай болса, дүкенге барамыз ба, балалар? Ал, жүріңдер дүкенге барайық. Сау, немелемізге онша қалайық. Ақсаны төлі кетейік. Балалар, сендерге адалдық дүкені ұнады ма? Несі ұнады сендерге? Адалдық болсын. Дұрыс, адалдық болсын. Адал болып үйрендіңдер, я? Сатушы болмаса да, сендер не істедіңдер? Дұрыс айтасыңдар, ақшасын міндетті түрде төлеп, адал жолмен ойыншықты алып кеттіңдер, я? Өте дұрыс, керемет. Сендер осы адалдық дүкені арқылы жауапкершілікке, сенімділікке, одан кейін адалдыққа тәрбиелендіңдер, я балалар? Иә. Жақсы, рахмет.